Қайырлы күн, достар. Бүгін айран мен қызылша қосып, салқын сорпа дайындайтын боламыз. Әуелі алдын ала қайнатылған қызылшаны үккіштен өткіземіз, арнайы ыдысқа саламыз. Содан соң қиярды үккіштен өткізіп, қызылшаның үстіне қосамыз. Жұмыртқаны да үккіштен өткіземіз. Жұмыртқаны қазанымызға салып, үстінен қаймақ саламыз. Айранды құямыз. Жарты литрдей таза су қосамыз. Тұз себеміз, барлығын жақсылап араластырамыз. Міне достар, өте керемет, дәмді айран мен қызылшадан салқын сорпамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.